Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жып-жұмсақ болып шығатын турецкий семит бөлкелерінің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басыңыздар. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер. Мен барлық қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып кеттім. Су, секер, дрожж, тұз, сұйық май және де алдын ала сүзгіден өткізілген ұн қажет болады. Біз ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз және де үстіне 2 ас қасық секерімізді салатын боламыз. Араластыра отырып, үстіне 10 грамм дрожж салатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне бірнеше ас қасық ұнымызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Міне осы күйінде 5 немесе 10 минут қоя тұратын боламыз. 5 минуттай уақыт өтті. Келесі кезекте 1 шай қасық тұзымызды салатын боламыз. Содан соң араластырып аламыз. Келесі кезекте үстіне қалған ұнымызды қоса отырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне осындай уақытында біз келесі кезекте 20 мл сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Міне осылай илеп дайындап алған қамырымызды 1 сағаттай көлемде бетін пищевой пленкамен жауып пісіруге қалдыратын боламыз. Міне 1 сағаттай уақытымызда өтті. Біз келесі кезекте дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Міне бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Келесі кезекте мен тоғаштарымды дайындайтын боламын. Келесі кезекте тоғаштарымызды дайындау үшін осылай қамырымызды қолымыздың көмегімен илей отырып, ұп-ұзын етіп илейтін боламыз. Содан соң осы ұзын қамырымызды бір-біріне біріктіріп, айналдыратын боламыз. Содан соң мен алдын ала суыма 1 ас қасық секерімді қосып дайындап алдым. Сол суымызға тоғашымызды болғап, кунжутқа аунататын боламыз. Міне осындай тоғаштар дайын болу керек. Біз келесі кезекте қалыпқа орналастыратын боламыз. Тоғаштарымызды осылай дайындап алдық. Келесі кезекте 40 минуттай көлемде ісіруге қалдыратын боламыз. Осылай ісініп дайын бола бастаған тоғаштарымызды қызып тұра пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз да дайын болды. Өте жып-жұмсақ әрі дәмді болып шықты.